Ассаламу алейкум, сіздермен Нұрбеш Әмірқызы. Бүгін оразаның 9-шы күні сіздерге ұсынатын тағам тауық етінен жасалатын осындай үй жағдайындағы кеспе пісіретін боламыз. Алдымен тауық етін бөлшектеп кесіп алайық. Есте сақтаңыз, тауық еті басқа еттерге қарағанда қазанға салып пісіргенде жаңағыдай көлемі тіптен кішкентай болып қалады. Сондықтан ұсақтап турамаңыздар, кішкене үрлеу етіп кесіп алыңыздар. Шамамен бір тауықтың сан етін 8 бөлікке бөлдім. Пиязды да ұсақтап турап дайындап алыңыз. Қазанымызға аздап май құйып, кішкене қызғаннан кейін тауық еттерін салып, жақсылап қуырып аламыз. Бастапқы кезде тауықтың суы, яғни сөлі шығып, соған дейін қуырылады. Арасында араластырып тұрыңыз, 2-3 рет араластырып тұрыңыз. Жалпы суының барлығы тартылып, біздің тауықтың еттеріміз қызарып, жаңағыдай қабықтарын бар қып-қызыл болып пісіп шығу керек. Сонда сіздің кеспеңіз дәмді болып шығады. Міне қараңыз, менде уже қызыл болып, сондай әдемі болып пісіп жатыр. Байқадыңыздар ма, еттерінің өздері де кішкентай болып қалған. Енді пиязымызды салып, тағы да 2-3 минут шамасында қуырып аламыз. Байқаңыз, пиязыңыз қатты күйіп кетпесін, әйтпесе тағамда күйіктің дәмі шығып қалуы мүмкін. Одан кейін кубиктеп туралған картопты қосыңыз, сәбіз қоссаңыз да болады. Міне осы уақытта дәмдеуіштер қосыңыз, яғни тұз, қара бұрыш, өзіңізге ұнайтын приправаларды. 1-2 минут қуырылсын, бетін жауып қойыңыз. Одан кейін көп мөлшерде етіп су құйыңыз. Өйткені мынау ет піскенше біз тағы 1 сағаттай қайнатамыз. Енді 1 сағат қоюдың қажеті жоқ, өйткені тауық өте тез піседі. 40 минутқа қалдырсаңыз жетеді. Жаңағыдай қайнап шыққанша, 1 сағаттай пісіп шыққанша біз кеспенің қамырын дайындайық. Ол үшін 2 жұмыртқа және аздап сұйық май қосыңыз. 2-3 ас қасықтай сұйық май қосып, тұз қосып, жақсылап араластырып алыңыз. Мен кеспенің қамырын ғана тек қана жұмыртқаға елеймін. Сол кезде сорпаға салған кезде артық суды сіңіріп алмайды, біріншіден. Екіншіден, мысалға сорпада біраз уақыт тұрса да, ол ботқа болып езіліп кетпейді. Өте сондай езілмейтін қамыр болады. Енді қараңыз, ұнды аз-аздан қосыңыз. Өйткені жұмыртқа жаңағыдай ұнды бірден сіңіре алмайды. Сондықтан бұл қамырға өте аз ұн кетеді. Сондықтан байқаңыз, кішкене аз-аздан қосып илеңіз. Мен қамырым дайын, кішкене жұмсақтау болды. Енді 5-10 минутқа демалдыруға қоямыз, яғни жаюға ыңғайлы болу үшін. Енді жайып бастайтын кезде бастапқы уақытта ғана ұнды жақсылап себіңіз, ал соңына қарай жағдай ұнды мүлдем қажет етпейді. Сонда қамыр бір-біріне қатты жабыспайтын болады. Қамырды жайып жатқан кезде. Міне қыздар, менің жаймам дайын. Мен сіздерге бір кеңес айта кетейін. Егерде кесіп болғаннан кейін қамырлар бір-біріне қатты жабысып қалмасын десеңіз, 15 минут, 10 минутқа бетін ашық қалдырып, кептіріп қойыңыз. Сонда қамырды кескен кезде аса қатты бір-біріне жабыспайды. Ал егерде асығыс болса, осылай бірінші ұнды сеуіп алыңыз. Одан кейін оқтауға салып бір айналдырып алыңыз да, сосын болды. Сонда бетіне сепкен ұныңыз астыңғы қамырға да тиеді. Сол кезде де аса қатты қамырыңыз кескен кезде бір-біріне жабыспайтын болады. Ал енді қалай етіп кессеңіз де өз еркіңізде. Шаштай ұсақтап турасаңыз да болады, кішкене үрлеу етіп турасаңыз да болады. Бұл қамыр ешқандай сорпада езілмейді. Міне қыздар, қамыр дайын. Енді салатын кезде міндетті түрде сорпаның астын қатты қойыңыз. Қатты қайнап тұрсын, содан кейін ғана қамырларды салыңыз. Міне мен қамырдың барлығын салмадым, өйткені қараңыздар, сорпасы көбірек болып тұру қажет. Қайнап жатқан кезде, пісіп жатқан кезде қамыр өзіне сорпаны сіңіріп алады. Сол кезде сорпаңыз аз болып қалмасын. Мынау қайнап шыққаннан кейін, бірінші тарсылдап қайнап шыққаннан кейін міндетті түрде осы кезде тұзын көріңіз. Егер де тұзы көп болса, үстіне қайнаған су қосыңыз. Тұз аз болса, әдеттегідей тұз қосасыз.
Қамыр 5 минутқа жетпей піседі. 5 минут бойы сорпаңыз осылай тарсылдап қайнап тұру қажет. Сонда бір қалыпты болып пісіп шығады. Мынау қамырыңыз жылтырап тұрады біріншіден, екіншіден тісіңізге жабыспаса сізде дайын болды деген сөз. Міне ханымдар, біздің кеспеміз осымен дайын, тек қана ас көк жетіспей тұр. Егер де сізге осы видео ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын, деніңізге саулық, отбасыңызға амандық тілеймін.